Ұлт тарихында гендер лингвистикасы бабалар заманында орын алғанын көрсетеді. Оған мысал, Бопай ханым, Умай ханым, Домалақ ана сынды ақылды елдердің өз заманындағы ықпалды әрекеттері. Әдебиет портреттеріне көз жүгіртсек те, сол Мағжан Жұмабаевтың «Бақытсыз жамалы», Ғабит Мүсіреповтің «Ақ білегі», Мұхтар Әуезовтің «Абай әйелдерінің галереясы» сияқты әйел бейнесі жазылған шығармалары өте көп. Әйелдердің қоғамдағы рөлін арттыру және оған басымдық беру қазақ әйелдерінің тарихи бейнесін, табиғи болмысын төмендетпейтіні анық. Пайым парасатын қоғамда оң өзгерістерге жұмсайтын нәзік жандылар шындығында риясыз тазалық пен тектіліктің бұлағы. Әйел ана, әйел жар, ол ұстаз һәм аспаз, жаны нәзік болса да, ол саясаткер, ол тамаша суреткер және көшбасшы да бола алады. Осы тұрғыда қазақ халқының әйел бір қолымен әлемді тербетсе, екінші қолымен бесікті тербетеді деген даналық сөзі ойға оралады.